Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай керемет, жұмсақ, үлпілдеген әрі тез, оңай жасалатын ірімшік қосылған пончиктердің құрамымен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға 200 грамм творогты саламыз және оның үстіне 2 ас қасық қант салып, одан кейін 1 дана жұмыртқамызды салып, венчикпен немесе вилкамен жақсылап араластырамыз. Достар, творогымыз ұсақ каша сияқты болу керек. Егер сіздерде ірі творог болса, оны блендерден өткізіп, содан кейін осындай біркелкі консистенция шығаруларыңыз керек. Келесі 120 грамм ұнымызға жарты шай қасық содамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнымызды творогқа салып, жұмсақ әрі жабыспақ қамыр илейміз. Қалған ұнымызды сеуіп, қамырымыз жұмсақтау болғанша илейміз. Міне достар, бізде осындай қамыр болу керек. Келесі қолымызға құрғақ ұнды себе отырып, жаңағы илеген қамырымыздан аздап бөліп аламыз да, оны алақанымызға салып, осындай дөңгелектер жасаймыз. Жаңағы қамырдан осындай дөңгелек пончиктер жасадым. Енді қызып тұрған майымызға осындай тесік ожауға пончиктерімізді салып, қызарғанша пісіріп аламыз. Пончиктер біркелкі пісу үшін араластырып отырамыз. Пончиктерімізді осылай қызарғанша пісіріп аламыз. Міне достар, біздің ірімшік қосылған пончиктеріміз дайын. Енді үстіне сито арқылы сахарный пудраны себеміз. Бұл пончиктерді күнде дайындауларыңызға болады, себебі оның құрамы оңай әрі тез дайындалады. Менің жұмысымды бағалап, мені қолдап, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің видеоларыммен
туыстарыңызбен, достарыңызбен әрі таныстарыңызбен бөлісе отырыңыздар.